Өзі мынандай болды. Бір әпкеміз қайтыс болды. Қайтыс болғаннан кейін барып жерлеп келдік. Дастархан басына отырдық. Елдің бәрі анау дастарханды көрген кезде әпкемізді ұмытып кетті. Ой, гу тамақ жеу, рахаттанып, әңгіме айтып, жаңа ғана көміп келді. Жоқ, ол естен шығып кетті. Сол кезде жазылған өлеңде біз де өлеміз, берілер қонағасы, әркімнің де болар бір қаламасы, жақынымыз мал таңдап шапқылайды, түгел болсын деп жұрттың тамақ асы, тойдағыдай әркімге сөз ұсынар тойхананың кәнігі тамадасы. Біз көрмейміз, бірақ та жиынды бұл, сезінсін дәл өзіңдей күйіңді кім, тірі адамдар көрмесе қайдан білсін жан берудің қаншалық қиындығын. Өлген ояу, тірінің көзі бітік, селт етпейді сен ойлап сезім үтік, 90 түрін тамақтың көрген кезде біздің жайды кетеді тез ұмытып. Сен жатсаң да таудай боп мұңы шері, ыржың тірілер күліседі, қолын жуып сыбанып білектерін тамақ жеуге тәбетпен кіріседі. Той үстінен түскендей бір керемет, өкпе айтпайсың оларға бірдеңе деп. Сенің жаның бұл күні шыр-шыр етіп жанталасып жатқаны кімге керек? Именіп пен иеңнен танып біліп, жүрдің бәлде иманмен арық тұрып. Имамдар жәннәтті айтып, жақыныңның қояды көңілдерін қарық қылып. Біз тіріміз, бар өлім, біз тіріміз, бар өлім қалағандай, досқа күлкі дұшпанға таба болмай. Гүлдесіп отырмыз тойханада, көріп тұрып өлімнен сабақ алмай.